Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен сүзбелі сочниктер дайындаймыз. Өте жұмсақ, әрі дәмді, тез дайындалатын сочниктер. Ең алдымен бізге ұн керек, бөлме температурасында сары май және қант керек, және шай қасықтың 1/4 бөлігіне сода және тұз керек, бір жұмыртқа және қаймақ керек. Ең алдымен бізге 350 грамм ұн керек. Сол ұнның үстіне содамыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне еріп тұрған сары майымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, майымызды ерігенше, ұнмен біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы қамырымызды жұмсақ болғанша иілеп аламыз. Жаңағы иілеген қамырымызды бірдей етіп 24 болмаса 28 бөлікке бөліп шығамыз. Дәл осылай 24 бөлікке бөліп, үстіне пищевой пленканы орап, біраз уақытқа демалуға тоңазытқышқа салып қоямыз. Ары қарай начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге творог керек, ванилин керек, ұн керек, және бір жұмыртқаның ағы, және қант, және қаймақ керек. Осылардың барлығын осындай блендермен езетін боламыз. Осылай барлығын жақсылап езіп шығамыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді сочник жасауға кірісеміз. Сочнигіміз дайындауға қамырымыз, начинкамыз, ұнымыз және осындай дөңгелек формамыз және оқтау қажет болады. Дәл осылай ұн сеуіп, аздап қамырымызды жайып, дөңгелек формамызбен өлшеп аламыз. Осылай жан-жағын алып тастап, осындай дөңгелек әдемі форма шығарамыз. Оның үстіне бір шай қасықпен толтырып, начинкамызды салып, біздің әдемі сочниктерімізді шығарамыз. Дайын болған сочниктерімізді противенге жинай береміз. Дәл осылай жинап болғаннан кейін үстін майлайтын боламыз. Бізді сочниктерді майлауға бір жұмыртқаның сарысы және шамалы ғана сүт қажет. Екеуін араластырып, осылай барлық сочниктерімізге жағып шығамыз. Дайын болған сочниктерімізді 180 градусқа пешке жібереміз. Пештен шыққан осы сочниктеріміздің үстін қант ұнтағын сеуіп, сәндеп шығамыз. Достар, менің жаңа бастамамды қолдап, видеома лайк басып, каналыма жазылыңыз. Біздің сочниктеріміз дайын. Дәл осылай жұп-жұмсақ, тәп-тәтті және шағын болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.